Ағымдағы жылдың тамыз айында елімізде ұлы ойшыл Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы атап өтіледі. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 21 ғасырдағы Абай және Қазақстан мақаласында қазіргі заманғы парасатты қоғам негіздерінің бірі болуы тиіс Абай мұрасын танымал ету қажеттігін атап өтті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасы Абай мұрасы адамгершілік бағдар ретінде виртуалды бейне көрмесін ұсынады. Көрме елбасының жеке мұрағаты қорынан, елбасы кітапханасының музейі және кітапхана жинағынан жинақталған материалдар кешені болып табылады. Ол Абайдың философиялық, әдеби, поэтикалық, музыкалық даналығын сақтау және насихаттау тарихын бейнелейді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әрбір баяндамасы қазақ классикалық әдебиетінің негізін қалаушысының туындылары жөнінде терең білімі мен ұлы ойшылмен диалогын көрсетеді. Абай философиясына үлкен құрметпен қарайтын әрбір тұлға сынды елбасы жас Қазақстан Республикасының қалыптасу кезеңімен анықталған көптеген сұрақтарға жауап іздеген еді. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың елімізден тысқары аймақтарда Абай мұрасын насихаттау бойынша жүйелі және дәйекті қызметі жаһандық мәдени-гуманитарлық кеңістікке ұмтыла кірген қазіргі Қазақстанның мемлекеттілігі мен ұлттық бірегейлігін қалыптастырудың негізгі элементіне айналды. Осы қызметте мерейтойлық даталарды тойлау арқылы Абай Құнанбаевтың есімін мәңгі ету қазақ мәдениетінің қайта өрлеуінде бірегей құбылысқа айналды. Өткен 10 жылдықтар көрсеткендей, әлемнің түрлі аймағында қазақ ойшылына арналған ескерткіштер, әдеби музейлер және мемориалдар ашу арқылы Қазақстан Республикасы әлемді Абайдың философиялық, әдеби, гуманитарлық мұрасымен таныстыра отырып, жаһандану дәуірінің рухани негіздерінің қалыптасуына өз үлесін қосты. 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша вице-премьер Қуаныш Сұлтанов ЮНЕСКО-ның бас директоры Федерика Майорға Қазақстаннан 1995 жылы Абайдың 150 жылдығын ЮНЕСКО-ның еске алу күндері күнтізбесіне енгізуді сұрап, арнайы хат жібереді. ЮНЕСКО-ның дәстүрі бойынша ұлы мерейтойлар тек 2-0 санымен аяқталатын жылдары ғана атап өтілетін. Бірақ бұл жолы бұрын болмаған ерекше жағдай орын алды. Еліміздің өтінішін қабылдап, ЮНЕСКО 1995 жылды ресми түрде Абай жылы деп жариялады. Біздің ұлы ақынымыз бен ойшылымыз туралы бүкіл әлем естіді. Абай Парижде, Анкарада, Делиде, Пекинде, Каирде, Будапештте ұлықталды. 1995 жылы 9 тамызда Алматыда Абай Құнанбаевтың мерейтойына байланысты басты іс-шара өтті. Іс-шараға қатысу үшін Алматыға көптеген елдерден қонақтар Әзербайжан президенті Гейдар Әлиев, Қырғызстан президенті Асқар Ақаев, Ресей Федерациясының президентінің өкілі және үкімет төрағасының орынбасары Юрий Яров, Татарстан президенті Ментимир Шаймиев келді. Республика сарайында қазақтың ұлы ақыны мен ойшылының 150 жылдығына арналған салтанатты жиыны өтті. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Абай туралы сөз баяндамасы үлкен ықыласпен тыңдалды. Өз сөзінде елбасы Абай жылын өткізу жақсы ой, Абай өлеңдерін үйрену игі іс. Бірақ Абайдың терең ойлары мен батыл айғақтары мерекелік әңгімеде қайталанып қана қоймай, күнделікті істеріміздің негізіне берік кірпіш болып қаланып жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Бұған әрдайым ұмтылуымыз керек. Бұл тек Абайдың дана өсиеттері мен нұсқауларына адалдығымыздың, ұстазды еске алудың алдындағы перзенттік парызымызды терең ұғыну мен оның маңыздылығын түсінудің бірден-бір дәлелі, деді. 10 тамызда салтанатты іс-шаралар Абайдың отаны Семей қаласында өтті. Облыстық музыкалық драма театрында Абайдың 150 жылдығына арналған салтанатты кеш өтті. Кешке Федерика Майор мен Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. 11 тамызда Жидебайда жаңа мемориалдық кешеннің салтанатты ашылуы өтті. 1995 жылы Ұлыбританияның астанасы Лондон қаласында Абай үйі ашылды. Бастамашысы жазушы, драматург, аудармашы, қоғамдық саяси қайраткер Роллан Сейсенбаев болды.
Стамбул қаласындағы Абай ескерткішін 2003 жылы Түркия президенті Абдулла Гүлдің қатысуымен осы елге ресми сапармен келген Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Сол жылы Стамбулда қазақ ойшылының мұрасы зерттелетін жерлердің бірі Абай мектебі ашылды. Бүгінде мұнда 500-ден астам оқушы білім алуда. 2006 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Владимир Путин Қазақстандағы Пушкин жылын және Ресейдегі Абай жылын жариялады. Астана мен Мәскеуде ақындарға қола ескерткіштер орнатылды. Мәскеу ескерткіші Қазақстанның Ресей астанасына ұсынған сыйы болып табылады. 2006 жылғы 4 сәуірде ескерткіштің ашылуына Владимир Путин мен Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. 2007 жылдың 15 қазанында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Иранға іс-сапары кезінде Тегерандағы ұлттық кітапхана алдында Абай ескерткішін ашты. 2013 жылдың 14 маусымында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Каримов Қазақстан елшілігінің жаңа ғимараты мен Абай ескерткішінің ашылу салтанатына қатысты. Ташкентте қазақтың ұлы ағартушысы Абай ескерткішінің ашылуы екі ел арасындағы өзара қарым-қатынастардың үдемелі дамуының дәлелі болып табылады. Абай ескерткіші Венгрияда Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің тапсырмасы бойынша 2014 жылдың маусым айында Будапешттің беделді аудандарының бірінде орнатылды. Қазақстандық делегацияның қатарында Шығыс Қазақстан облысының өкілдері болды. Облыстың жас таланттары Абай әндерін венгр тілінде орындады. 2016 жылдың 13 қазанында Египет Араб Республикасының астанасында ұлы ақын, жазушы және ағартушы Абай Құнанбайұлының ескерткішінің ашылу салтанаты өтті. Бюст Каир орталық саябақтарының бірі Бостандық және Достық саябағында орнатылған. Ұлы ойшыл гуманистің есімін мәңгілік ету бойынша қызметке жасалған шолу ұлы Абай шығармашылығының қазақ халқы үшін ғана емес, қазіргі өркениетке айрықша маңызын түсінуге мүмкіндік береді. Дана гуманист ағартушы алғаш рет өз жерлестерін шетел классиктерінің туындыларымен таныстырып, өз халқына әлемнің сан алуандығын көрсетті. 21 ғасыр азаматтары үшін гуманизм символына айналған Абай, Қазақстанның тұңғыш президенті ең беделді алаңдарынан жариялаған зорлық-зомбылықтан, ұлттық бөлінушілік көріністерінен азат, жалпыға танылған бейбіт әлемнің қазақстандық моделінің нышанына айналды.